Сәлеметсіңдер ме балалар? Алдымен дәптерге бүгінгі күннің жадын және сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Бүгін мамырдың 11-і, сынып жұмысы, тақырып жүр думанға барамыз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: жарайды, ладно, қыдырамын, гуляю. Жаңа сөздерді менімен бірге қайтала. Жарайды, қыдырамын. Есте сақта. Алдымен сөздердің жалғауларына назар аудар және менімен бірге қайтала. Мен қыдырамын. Қыдырамын. Сен қыдырасың. Қыдырасың. Ол қыдырады. Қыдырады. Бүгінгі сабақтың бірінші тапсырмасы: мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Алақай, ертең демалыс. Әлібек, сен демалыс күні не істейсің? Мен демалыс күні қыдырамын. О, қандай тамаша! Сен қайда барасың? Мен думанға барамын. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Саша, ертең думанға барайық. Жарайды, барайық. Енді сұрақтарға назар аударамыз. Бірінші сұрақ: Әлібек ертең не істейді? Әлібек қыдырады. Саша ертең не істейді? Саша досымен доп ойнайды. Әлібек Сашаға не деді? Думанға барайық деді. Саша не деп жауап берді? Жарайды, барайық деді. Ал сен демалыс күні не істейсің? Келесі екінші тапсырма: ертең не істейсің деген сұраққа олар не деп жауап берер еді? Қалай ойлайсың? Ол үшін алдымен берілген 4 суретке мұқият назар аударып қараймыз. Мысалы, астында үлгісі көрсетілген. Мысалы, екінші суреттегі бала мен ертең бассейнге барамын деп жауап берер еді. Ал 4-ші суретте мен ертең хайуанаттар бағына барамын деп жауап берер еді. Ал сен қалай ойлайсың, олар не деп жауап берер еді?